Сәлем достар, әлем керемет ғажаптарға толы. Біздің айналамыздағы адамдар арасында да ғажаптар көп. Бізді қоршаған орта ерекше және бірегей. Әртүрлілік әр жерде бар. Осыған байланысты бүгін біз 10 ерекше адамдар жайлы айтамыз. Достар, бейнені тамашалауға кірісіп кетпес бұрын арнаға жазылыңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бұл мен үшін үлкен бір сыйлық болады. Ал енді кеттік. Нөмір 10. Ю Жинхуан. Бұл адам солтүстік Қытайда Юньнань провинциясында тұрады. Оның денесінің 96% шашпен жабылған. Ол сирек кездесетін гормоналды ауру. Ю әлемдегі ең жүндес адам. Шаш алақан мен табаннан басқа бүкіл денеде өседі. Өте ұзақ кірпіктері салдарынан Юге көру өте қиын. Сондай-ақ құлақ пен мұрында өсетін шаштардан есту және тыныс алу проблемалары бар. Ол тіпті шашты лазерлік хирургиямен тазалаған. Бір сәтте ол пластикалық хирургияны пайдаланып, шашты алып тастау ойы болды. Бірақ бұл көп жыл бұрын болған. Содан бері ешкім ол туралы естіген жоқ. Нөмір 9. Хельмут Стребл. Австриядан шыққан 49 жастағы бодибилдер денесі әлеуметтік желілерден миллиондаған қарау жинайды. Көптеген адамдар оны планетаның ең көрнекті адамы деп санайды. Оның бұлшық еттері сүйекке дейін өскен. Дене майының мөлшері дене салмағының тек 3%-ын құрайды. Хельмут қажырлы еңбек пен жанқиярлықтың арқасында жоғары жетістіктерге қола жеткізе ала білудің тірі дәлелі. Оның денесінде сіз бұлшық ет талшығының барлығын көре аласыз. Қан тамырлары бөлінуі соншалықты, оларды жол картасымен салыстыруға болады. Хельмут Стребл жай бұлшық ет массасын құруға ғана емес, сондай-ақ жұқа теріге мүмкіндік беретін сирек генетикаға ие. Тері қағаздың қалыңдығымен бірдей. Бұл бұлшық еттерді әлде қайда бедерлі және керемет тамырлы етеді. Хельмут кез келген жастағы осындай бедерлі денені қалай жасаудың тамаша мысалы. Нөмір 8. Тран Ван Хэй. Шашы Гиннестің рекордтар кітабына кірмегеніне қарамастан, вьетнамдық гербалист әлемдегі шашы ең ұзын адам ретінде танымал. Шамамен 50 жыл бойын ол шашын бөтен көзден жасырған. Сонымен қатар, бәрібір өзгелер басындағы шарфтың астында бірдеңе бар екенін байқаған. Бірақ ол не екенін білмеді және неге жасырғанын түсінбеді. 50 жыл өткеннен кейін, Тран осы жылдар бойы шарф астында жасырғанды отбасына және достарына көрсетуге шешім қабылдады. Адам өз көзіне сене алмады. Бұл ұзындығы 7 метр және салмағы 11 келі шаш болды. Неліктен ол шашты қимағаны бір қызықты оқиға. Ол 25 жасында шаштаразға барғаннан кейін ауырып, психологиялық жарақат алды. Бұл оған әсер еткені соншалықты, ол шашты қимау шешім қабылдады. Нөмір 7. Екатерина Лисина. Бойы 206 см ресейлік модель Ресейдегі Пенза қаласында әйелдер арасында ең үлкен қыз ретінде танымал. Екатерина Гиннестің 2 рекордына ие. Сонымен қатар, ол әлемдегі бойы ең жоғары модель. Оның аяғының ұзындығы 132 см. Ол жақында американдық телевизияда көзге түскеннен кейін Голливудты жаулап алуды жоспарлап отыр. Сұхбатта баяндамашы сұрақтар қою үшін баспалдақты пайдалануға тура келді. Екатерина бұрын Олимпиадада қола медалі бар баскетболшы. Ол регби бойынша әйелдер арасындағы чемпионат туралы фильм түсіріліміне қатысуға шақырылды. Модель киімнің мөлшерін таңдау қиын болғанын айтты. Әрқашан тігіншіге баруға тура келеді. Нөмір 6. Никита Ткачук. Бұл ресейлік бодибилдер. Ресейлік бодибилдингтегі жуырда танымал болған адам. Оның көлемді мөлшерлері салдарынан өзгелер ол синтолды қолданады деген күмән тудырды. Ол бұлшық етті жасанды толтыратын және сыртқы бұлшық ет нысанын қабылдайтын спирт пен майдан жасалған зат. Дегенмен ол синтолды қолданатыны туралы ешқандай дәлел жоқ. Көптеген бейнелерінде ол аюға ұқсас күш көрсетеді. Никита ресейлік Арнольд Шварценеггер атына ие. Оның салмағы 140 келі. Никита бұлшық еттерін әрі қарай ұлғайтпақ.
Синтолды қолданған-қолданбағанын уақыт көрсетеді. Төменде осы бодибилдер туралы не ойлайтыныңызға пікір жазыңыз. Синтол қолдана ма, қолданбай ма? Менің пікірімше, қолданатын сияқты. Нөмір 5. Скай Броберг. Ол сондай-ақ Скай цирк бүркеншек атымен белгілі. Скай акробатикадағы Гиннес рекордын 5 рет қойды. Ол әлемді аралап көптеген іс-шараларға қатысты. Акробатикалық трюктері жәшікке сыйып кіру және сүйек пен сіңір байламдарының деформациясына қатысты істер. Ол тіпті осы кішкене жәшікте киім ауыстыра да алады. Скай Гиннестің 3 рекордын қойған. Бірінші рекорд жәшікке жылдам сыйып отыруға берілген. Оның бойы 170 см, ал жәшіктің өлшемі 52-де 44-45 см. Жылдамдығы 4,78 секунд. Екінші рекорд акробатикалық жәшіктің ішінде неғұрлым ұзақ отырғанына берілген. Бұл уақыт 6 минут 13 секунд. Жәшікке сыйып отыруға оның егіз сіңлілері Нелли мен Анжела көмектеседі. Үшінші рекорд 3 минутта теннис ракеткасының ішінен әртүрлі жолдармен өтуге берілген. Нөмір 4. Мишель Копке. 24 жастағы қыз 2013 жылы 40 сантиметрлік жіңішке белі үшін жаңалық таспаларынан түспеді. Алайда ол осылай туылмады. Ол 3 жыл бойы арнайы жасалған корсетпен ұйықтап жатқандықтан осындай денеге ие болды. Осылайша ол белін 22 сантиметрге жіңішке жасады. Енді оның белі 2 жастағы баланың беліндей. Ол әлі де корсет тағып жүр. Оның келесі мақсаты белін тағы да 5 сантиметрге жіңішкерту. Бұл дәрігерлер қолдамайтын шара. Егер сол барыста әрі қарай белін жіңішкертсе, онда омыртқаның жарақат болуы әбден мүмкін. Ол әлде қайда кішкентай асқазанға байланысты айқын денсаулыққа қатысты проблемаларды бастан өткізіп отыр. Бұл қарапайым адамдар үшін сорақы көрінеді, бірақ викториандық уақытта ол әркімнің аузында әңгіме болар еді. Нөмір 3. Ник Стуберл. Никтің тілі әлемдегі ең ұзын тіл. Ол 2015 жылы Гиннестің рекордтар кітабына енген. Бұл рекорд әлі де бұзылмаған. Комедиялық актерлердің ең ұзын тілі онда 1 сантиметрді құрайды. Оның ұзындығы жабылған жоғарғы еріннен тілдің үшіне дейін есептеледі. Никтің әкесі сүюге құмар болған. Бала кезінен бастап, Ник әкесіне өз тілімен ойнақтап түрлі позадағы селфиге түсуді еліктеді. Кейіннен ол тілінің қалғандарға қарағанда ұзағырақ екенін байқады. Өнерге келетін болсақ, Ник тілімен бояуды үйренді. Ол Стив Харвидің жетекші арналарының бірін қоса алғанда тұтас бірқатар суреттер жазды, бірақ ол ең мақтан тұтатыны үлкен құндыз. Нөмір 2. Тай Нга. Вьетнамдық шаруа 1942 жылы туылған. Жылы безгегіне ұшырап, 1973 жылдан бері ұйықтамаған. Содан бері ол 1 секундқа ұйықтап көрмеген. Ол ұйқысыз 43 жыл жүрген. Тай барлық дәрі-дәрмек қолданып көрді. Дәрі қабылдағанда дәстүрлі медицинаға да жүгінген. Алкогольдің сау мөлшерінде ішіп көрген. Ештеңе көмектеспеді. Тайдың айтуынша, ұйқысыздық оның жалпы физикалық әл-ауқатына әсер етпеген. Ол әр қолмен күніне 3 шақырымдық қашықтыққа 50 келілік темір салмағын тасымалдай алуын мақтан тұтады. Тайдың дәрігері осы құбылыстың себебін ұйқының бұрмаланған қабылдауымен байланыстырады. Оның айтуынша, ұйқысыздықтан зардап шеккен кейбір адамдар ұйқы мен сергектенудің айырмашылығын сезбейді. Мұндай адамдар шын мәнінде олар ұйықтап жатқанына қарамастан демалып жатырмын деп санайды. Сондай-ақ олар бөлшектеп ұйықтайды және оны байқамайды. Нөмір 1. Дин Карназес. Бұл тоқтамай жүгіре алатын адам. Бір күні ол 3 күн 3 түн жүгірген. Карназес планетадағы ең қалжырататын спорттық сынақтан өтті. Қарапайым марафоннан бастап, оңтүстік полюстегі -45 градусте марафонмен аяқталады. Оның бүкіл өмірінде ешқандай бұлшығы әлсіреуі немесе спазм болмаған. Ол тіпті 160 шақырымдық қашықтықта тоқтамай жүгірген. Басқаша айтқанда, оның шегі оның басында. Жүгірген кезде энергия көзі ретінде глюкоза бөлінеді. Бұл жағдайда қосымша өнім пайда болады. Ол лактат энергияны өндіру үшін қайтадан метаболизмге қосымша отын көзі болып табылады.
Дегенмен лактаттың шегі асып кеткенде сіздің денеңіз қажетті жылдамдықпен лактатты қорыта алмайды. Бұл бұлшықеттердегі қышқылдықтың жоғарылауына әкеледі. Басқаша айтқанда, денеңізге тоқтату сигналдарын жібереді, бірақ Карнезистің денесі мұндай сигналдарды қабылдамайды. Жүгірген кезде ол біраз уақыт ұйықтап кеткен кездерде болды. Достар, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болайық.